Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгін Pixverse программасына тоқталмақшымын. Программаның сілтемесін төменге қалдырамын, немесе Google-ге Pixverse жазсаңыздар болады. Мына түрде эмблемасы. Енді бұған да басқа платформа сияқты тіркелеміз. Жасанды интеллект мүмкіндігін беретін платформа. Яғни бұл жерде видео жасауға болады және сурет жасауға болады. Осы жерде сол жағда командалар үшін өз мүмкіндіктерін көруге болады. Бұл негізінде ақылы платформа, бірақ біз тегін нұсқасымен жұмыс жасауымызға болады. Ол үшін бізге мынандай кредит беріп тұрады. 150 кредит мен дегенде ол күнделікті жиналған кредиттер. Сіздерге бастапқы тіркелген кезде 60 кредит болу керек деп ойлаймын. Сондай кредит беріп тұрады. Енді бұны қалай кредитті біз арман қарай қалай жинай аламыз? Мына жерде заработать кредит дегенді бассақ, подарканың белгішесіндегі мына жердегі алғашқы тіркелген кезде не бар? Код бар беріліп тұрған, Осы кодты бөлісіп, келесі сияқты тіркелген адам осыны бөлісіп, арман қарай сізді бонус жинауыңызға болады. Біріңізден біріңізге бөлісіп, неше адамға бөлсе, қалай жиналатынын түсініп тұр. Арман қарай адам жинау арқылы. Немесе күнделікті төменгі жағына барсаңыздар, короткий реклама шығып тұрады. Осы рекламаны қарау арқылы әрбір рекламадан 30 кредит аласыз. Осылай қылып жинап, жұмыс жасауға болады. Енді біз бұдан қалай жасаймыз? Бұл үшін бірінші бізге промпт керек жазатын, Ол промптты біз ChatGPT-ға барамыз. Мен енді бастап отқан бір жұмыс бар еді, соны арман қарай көрейін деп отырмын. Мынандай жасап қойған болатынбыз. Мына жерде жоғарыдан шаблондар дегендер үшін енді қарасақ, шаблондары барлығы көрінеді, Енді менің қазір көрсетейін деп отқан жұмысым ертегісін жасаған болатынбыз, Соны бастаған болатын, қазір соны екінші бөлім жасап көрсетемін сіздермен. Мынау шалқан ертегісінде бірден біз сурет жасап алмай, бірден промптқа жасаған болатынбыз. Енді бұл жерде бір ғана нәрсеміз бізде. Жалпы ертегінің желісінде бізде атаны бәрі жасап беріп тұр ғой, бірақ байқайсыздар ма, қолындағы күректің қалай болдың істеп жатқан, жұмыс істеп жатқан кездегі. Енді біз дәл осының жиегі шыға ма екен деп ары қарай қазір көрмекшіміз. Бірақ екінші несін бөлімін қойып едік, шалқанда отырғызған несін, бізде бұл шамап сәл басқалай болып кетті. Шалқанда отырғызған сәл мынандай кескіндей видеодан шықты. Сондықтан да біз енді бұның барлығын жасау үшін бізге бірінші промпт керек. Ол үшін ChatGPT керек. ChatGPT-ді ашамын. ChatGPT-ді мен енді бұл жасалып отқан жұмыс болған жерде бірінші өзімізге қандай ертегі керек, соның барлығын жазамыз. Сол ертегіге бізге промпт жазып бер деп кадрларға бөліп, сценарий жазып береді біз. Шалқан ертегісінде сценарий жазып бер дедік, сценарий жазды. Бірінші кадр даладағы таң деп күрекпен жер қопсытып жатыр. Күрегімізді байқадыңыздар ма? Қолымызда дұрыс емес ұсталып тұр, Шалқанды отырғызу, екінші асыққан уақыт дейді. Ата шалқанды тартуға келеді дейді. Әженің келуі дейді. Немерені шақыру, иттің келуі, мысықтың келуі, тышқанның келуі деп. Үлкен күш бірікті деп. Қуаныш пен нәтиже қорытынды деп диктор сөзіне дейін жазып берген. Енді біз осыны Pixverse-ке арнап кадрларға бөліндік промпттарға. Бірінші промптымыз мынау далада таңда мынау. Енді шалқанды отырғызу дегендегі басқалай шыққасын жерде мен қайтадан осы екінші кадр бойынша былай деп сұраған болатынмын. Екінші кадр бойынша бірінші кадрдағы атаны өзгертпей 100% сақтап, сосын шалқанда отырып жатқан атаның кескіні көрінсін деп, тек қана қол түсіп емес, кескі атамен бірге орналассын деп. Енді сол бойынша промпт жазып беріп тұр. Және әр кадрға мына тіркесті қосып отыр дейді, қосымша өзгермес үшін. Енді осыны қосып сіздермен бірге мен екінші кадр жасап көремін. Ол үшін мынаны көшіріп аламын промптты. Промптты көшіріп аламын да мен алып барып Pixverse-ке салам. Pixverse деп шалқанды мына жақтан бастаған екенмін. Осы бастаған немнен саламын. Видеом таңдалып тұр. Мына жерге әкеліп мен осыны салдым. Енді мен қазір өзгермес үшін деп
істеймін, атаның кескіні өзгермес үшін мен мына нені бүйтіп принт скрин жасап алсам, маған суреті керек еді, видео болған жерде мен ала алмай тұрмын, мен суретін жасап сақтап аламын да өзіме, осы кескінді салсам, өйткені маған сол кескін ары қарай 100% сақталып орындалса дейміз әрмен қарай, осы кескінде. Сол себепті мен ананы жасап алдым. Енді әкеліп мына жерге соны салуым керек. Сол кескінмен жалғасса. Шерттім, таң суретімді жасалып жатыр. Енді жаңа бізге міндетті түрде артына салып қой деген сөзі бар ғой, міне беріп қойды, тіркесті қосып отыр деген. Осы тіркесті де әкеліп жаңа фикс ферстегі немнің промптың соңына әкеліп тіркеймін. Тіркедім барлығы. Менде осы не жасауға мендегі 30 кредит алайын деп тұр. Менде 70 кредит бар мына аккаунтта. Осының 30 кредитін алмақшы. Жасап көремін. Міне, енді қазір біздегі шыққан нәрсе не болып шықты екен көрейік. Ата қолында күрек тастады. Енді арқай шалқанды отырғызады. Ал. Біздегі екінші промпт бойынша шыққан неміз, видеомыз. Біз 5 секундтық видео өткені тегі нұсқасында осылай болып түседі. Ал бұны жобаға келетін сияқты қабылдауға болады. Сонда мынадан кейін міне мынау түседі. Енді менде 40 кредит қалып тұр. Мен осыны сақтай отырып, ары қарайға үшінші сценарий салып көремін. Енді үшінші кадрды тауып аламын мына жерден. Үшінші кадр мынау ғой. Үшінші промптым қайда оған берілген мендегі. Міне, үшінші промпт міне менде. Шалқанның өсуі дейді. Енді осы промптты алып барамын да мен қайтан салып көремін. Үшінші промптымыз дәл сонымен жалғасып шығады ма екен. Бізге міндетті түрде соның жалғасы болып шыққаны керек. Ол үшін мен ескеруім керек, соңғы сөйлем бар ғой, бізде міндетті түрде қосылып тұрсын деген. Осы сөйлемді өзгертпей-ақ, мынаяғын өзгертіп тастаймын дедім да, соның алдына жаңағы промптын салсам. Міне, салдым. Енді мына кейіпкер осылай тұра берсе, өйткені осы стильді сақтаса деп тұрмын. Сондықтан да өзгертпеге атаңында кескіні өзгеріп кетпесін. Арман қарай мен создать батырмасын басып көреміз, қалай болып шығады екен үшінші видеомыз. Дайын болып жатыр. Егер барлығын өстіп бір ізде жасап алсақ, сосын барып оны біз CapCut'та кез келген видео редакторымыз бар ғой, сода біріктіреміз бір-біріне, үстіне біз бірақ дыбыс жазатын боламыз. Дыбыс жазу үшін мен каналға да дыбыс жазуға қолданылатын жайлар салып қойған болатынмын. Соның ішіне қарасаңыздар болады. Немесе алдағы уақытта да осы шалқан ертегісін ары қарай орындалған кадрларын салатын боламын. Міне, шалқан күшті болып өсті. Бізде енді байқасақ, сәл атаң жаңа қолындағы күрегімен қалып тұр екенбіз, осы жерде бұны мына атаң суретті салмай салғанда не болады екен көрейін десе, менде 10 кредит қалып қойып тұр. Сондықтан да мен қазір сіздердің көздеріңізше осыны екінші бір аккаунттан жасап көремін. Бірақ енді бұл дәл соның жалғасы бола ма, болмай ма, қазір бірге көретін боламыз. Ол үшін де дәл жаңағы промптты әкеліп мен осы жерге саламын. Міне салдым. Енді ештеңе жазбаймын. Дәл осы күйде жасап көремін. Қалай болып шығады екен. Егер де дәл сондай ананың жалғасы болып шығатындай болып жатса, онда сөйтіп атасы жоқ кескіндегі шалқанның өскенін салып кірістіруімізге болады. Немесе монтаждаған кезде бірін-бірін үйлерін қиып тастап, алып тастап отырып,
монтаждауымыз керек. Өйткені біздегі бас шалқан ертегісінің әрқайсысын міне байқайсыздар ма, мына жердегі шалқан енді басқа ортада өсіп тұрған шалқан болып келеді. байқап тұрсаңыздар, қосып көрсетемін. Міне шалқан ертегісі күшті өсіп келе жатыр, но бірақ күшті болып өсті шалқан, бірақ жаңағыдай басқа фонда болып өсіп тұр. Байқадыңыздар ма? Енді ол шалқан ертегісі дәл ананың жалғасы болып, осылай болып өсу үшін бізге сәл жаңа фон керек болайын деп тұр. Бірақ ол фонды біз не істеуіміз керек? Атасыз алуымыз керек сияқты. Не? Мынаның да мысалға бүйтіп қарасақ, енді бұл 5 секундтық видеолар ғой. Мынаны да бүйтіп қарасақ, мысалға мына жерден осындай тұрып өсіп кеткен кескін алсақ та болады. Мына ата осы күрек қойып жатқан жерін алмай, осылай тұрғанын алсақ та болады. Шалқан ертегісі өсті деп. Енді бізде мына шалқан ертегісі өскен кезге бізге атаның қажет жоқ қой, но бірақ бізде осы артқы фонымыз осы бейнеде алынса, сол себепті де мына видеодағы қазір бірге оны жасап көремін. Ары қарай өздеріңіздің идеяларыңызбен сіздер әрмен қарай көркемдеп әдемілеп аласыздар. Мен қазір атаны алмай артқы фонды скриншот жасап алсам, сосын барып сол кескінді салсақ, мынадан бүйтіп алсам, енді мен мына фонды былай алсам, мына бүйтіп алсам, мен қазір бүйтіп мына фонды аламын, бірақ осы фонды мен сақтай отырып, мен ChatGPT-ға былай деп жазсам, өзіне, ChatGPT-дің өзіне, мына ертегідегі осы кадрдағы атаны алып тастап жазсақ, көрсететін боламын. Сіздер де солай қылып, белгілі бір этапты сақтай отырып, өздеріңіз, дұрыс емес болған жерін қайттан сұрап, қайттан жаздырып алып, жасай беруге болады. Тек шыдамдылықпен жасап отыру керек, әйтпесе бірден бізде дайын бола алмай қалды, келмей қалды деп тастай салмай жасасақ, белгілі бір жұмыс шығады деп ойлаймын. Болды, міне осы не жарайды, мен сала берем, осы фонды сақтап аламын, міне өзіме көшірілді. Міне қазір осыны салып, мен Pixverse-ге жаңағы шалқаның өсуін қайттан салайын деп отырмын. Енді кредитім жеткенше сіздерге көрсетемін. Мынада кредит жоқ, сол себепті де мен келесі аккаунтпен тіркелгенде мына шалқаным жамандай болып шықты ғой, осы шалқанға осы фон нем тұра береді. Мен істеймін, мынаны салам. Мынаны саламын да осының негізін сақта деп, мен қазір оны былай қылып неге де айта аламын. Мен енді қазір мен жасап отқаным осы бір ненің іші ғой, сондықтан да мен шалқанның өсуі деген немді көшіріп аламын. Мына жерде қара, мен шалқанның өсуі деген промптты көшіріп аламын. Сосын мына жерге саламын. ChatGPT-де менге дайын несін алып алайын. ChatGPT-ім тегін болғанмен, қазір аяқтағы не менде санаулы ғой кредитім. Сол себепті де кредитімді құрта бермес үшін ChatGPT-ға айтам. Осы фонды сақтап, жасау үшін промпт толықтыр деп. Промпт толықтыр. Мына жер загрузить болсын, сосын арман қарай.
міне қазір неге ChatGPT-ға салып болды, енді жібереміз. Біз осыған промпт дайындап берсе, сол промптты біз қазір Pixverse-ке саламыз, сосын сол бойынша жасап көретін боламыз. Қазір оның қалай болып шығатынын қарайтын боламыз. Міне, шалқаның өсуі деген промпт бізге қайтадан жасап берді. Осыны апарамыз да біз қазір мына жаққа салып көреміз. Қалай болып шығады екен Pixverse-іміз. Мен осы жерге жаңағы промптымды саламын. Соңғы жазып берген промптым. Және де жаңа атасы жоқ фоным бар ғой. Соны саламын. Өйткені мынадағы жасап берген шалқанды әдемі болып шығып тұр. Мына бізде бірақ алғашқы фонымызға келмей қалып тұр. Міне, жасап салып қойдық, енді осыны жіберіп көреміз. Қалай қылып жасап шығады екен. Осыны сақтап жасап берсек, онда сол стильмен ары қарай осылай қалап жалғастыра беретін боламыз. Сонда біз барлығында соңында алып барып, шалқан ертегісін құрастырып ала алатын боламыз. Міне, енді осы видеоны қарап көрейік, шалқанымыз өсіп шығар ма екен. Міне, жаңа атаның еккен жері сол жер, міне шалқан өсіп шықты, көрдіңіздер ме? Міне, мынаны жаңағы жалғасы қылып салуымызға болады. Енді осы негізде арман қарай бізге мына шалқанымыз керек қой. Осы шалқанды несін скриншоттап алсақ. Шалқаның өскен шалқанды скриншоттап алып, енді арман қарай осы жерден біз не жасасақ. Төртінші несін салып көрсек. Шалқаны тартқан неміз ары қарай шығармай екен. Енді бұл жерге келесі төртінші промптымыз недегі ChatGPT-дағы, яғни шалқанды атаның алуы, шалқанды тартуы атаның. Осы нені саламын, қазір көремін. Мына да скрейті бар болғасын көрсетіп отырмын арман қарай сіздерге. Міне, салдым. Бұған жағы өзгертпесін деген сөзіміз бар ғой соңында. Өзгертпес үшін жазып отыр деген. Сол сөзді де салып қоямын. Өйткені маған стилдің өзгермей шыққаны керек, әрнеде. Мүмкін болса мен салып отыр көрсетеді әрқайсысына. Осыны саламын да, мен жаңағы сурет салатын болам. Сонда соның негізінде барлығы өзгермей шығатын болады. Қазір мен жерге мен шалқанды салсам, сосын барып сол негізде жасап көретін боламыз. Видео жасау үшін онша қатты ұзақ күтпейміз, байқасаңыздар. Жылдам жасап шығуға болады. Тек стилін сақтаса бізде. Енді қазір көреміз. Дұрыс емес болып кетті. Мынау енді дұрыс емес. Ол үшін бізге не керек? Ол үшін манағы ата керек бізге. Кейіпкеріміз өзгеріп кетті. Бұндықтан бұл видеоны алып тастаймыз, бұның керегі жоқ. Біз енді осы шалқанмен шалқанның қасына екінші не қылып атаны қоса аламын екенбіз, соны сұрауымыз керек. Барлығы бір неде жалғасып шықпағасын байқасаңыздар, дұрыс емес болды. Енді бұл шалқан осылай тұрса, енді біз шалқанды істеген кезде келесі суретімізге атаны қосу үшін біз атасы бар шалқанды салып көрсек. Мына жерде шалқан жоқ. Осы шалқанды, мына атаны бәрін сақтау керек қой бізде. Бізде мына жақтағы Pixverse-тегі мына не керек еді? Мына шалқан өсіп жатқан шалқанымыз ше, міне. Міне. Осы фондағы осы жерді алайын деп тұрмыз біз енді. Осы фонды салып барып анаған қазір қайттан сұраймыз енді. Анадан осы шалқан бойынша. Өсіп жатқан жеріне ана кадр салатын болсақ, жұлған жеріне мына кадрды, мына шалқан салайын деп тұрмыз,
сосын неге жазған кезде де жазу керек болып тұр. Келесі кадрын салған кезде де бізге соның жалғасы болып жасалсын деп ChatGPT-ға салған кезде суретпен беріп отыруымыз керек. Осы кісі сақталсын арман қарай деп жасап көремін. Байқасаңыздар, мен бір шалқан ертегісінің өзіне біз бірнеше енді пайдаланып отырмыз, кредитіміз. Сондықтан да кредитті мысалы бүгін бастап ертең жалғастырып арман қарай салып жинап алып жасай беруімізге болады. Ал мен осыны жасап көремін. Не болып шығады екен. Екі рет басып кетті ма енді? Екіні жасап кетті ғой. Екі рет басып кетті, бізде. Екі рет жасап кетті видеоны. Менің сонда 60 кредитімді алып кетті. Мен кредитім азайып қалды. Екі рет басып кетті автомат түрде. Екі кредитім кетті. Ал бұда енді бір жерін пайдалануға болады делік. Енді осының қасына осылай қылып, келесі кадрымызды салып алып, онда осындай қылып, мынада да осылай болады деп ойлаймын. Өйткені сол не? Мынасы жақсылау болады екен. Қолымда күрегі басқалай көрінбей тұр, байқасаңыздар, жаңағыда күрекпен жүр. Сонда мына кадрды алуға болады деп ойлаймын, арманға жалғастыру үшін. Енді бұның қасына біз келесі кадрды қосу үшін осы суретті сақтай отырып, арман қарайға және салып отыруымыз керек қой. Промптымыз, ChatGPT-ға да солай жазып отырсақ. Сонда, құрметті оқырмандар, менің арманға жалғастырып етін кредитімді таусылды, сол себепті де. Міне, Pixpers, біздің бүгін тоқтағанымыз Pixpers жасанды интеллект программасы, Pixpers Ай деп беріліп тұр. Бұдан өзіміз осылай қылып видеолар жасауымыз болады. Немесе бұдан сурет жасауға да болады. Изображение ішінде жасаған суреттер тұр. Изображениені таңдап, суреттерді жасап алуға болады. Мына жерде де байқасаңыздар, қазір көрсетемін. Изображениенің ішіне барған кезде бізде жасалған бірнеше суреттер бар. Бұған дейін де жасалып көрген суреттер. Осындай қылып өзіміз промпт жаза отырып, қажетті суретімізді жасап алатын боламыз. Сондықтан да біз Pixperspен жұмыс жасау үшін ChatGPT-де алдын ала промпттарды дұрыстап аламыз және кредитті жинап алуымыз керек. Тегін нұсқасымен жұмыс жасауға болады. Бірақ тегін нұсқасындағы промпт кредитім жетпей қалса, мысалы бүгін бастап жалғастырып, арманға жалғастырып, соның жалғасы болу үшін жаңағыдай белгілі бір этаптағы суреттерді жалғастырып салып отыруымыз керек болады. Егер де видео сіздерге пайдалы болса, каналға тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазып, видеомен бөлісуді ұмытпаңыздар.